бөлімі жетекшісі Тілекеева Фариза Абылайевна. Менің бүгінгі курстық жұмысымның тақырыбы жаңартылған білім беру мазмұны бойынша бастауыш сыныптың әдебиеттік оқу пәнін тиімді әдіс-тәсілдермен оқыту жолдары. Менің курстық жұмысымның зерттеу мақсаты жаңартылған білім беру мазмұны бойынша әдебиеттік оқу сабағында тиімді әдіс-тәсілдерді пайдалану арқылы сабақтың тиімділігін нақтылай ашу болып келеді. Және де әдебиеттік оқу сабақтарында тиімді әдіс-тәсілдерді тәжірибемен байланыстыра зерттеу болып келеді. Курстық жұмысының өзектілігі әдебиет сабағында ең басты жұмыстардың біріне оқушылардың көркем шығарманы қабылдауы және одан әсер алуы, көркем шығарманы бүкіл бүтін болмысымен түсінуі, білулері жатады. Яғни мұғалім осы мақсатпен ізденуі керек, осы мақсатпен оны жүзеге асырудың ең тиімді деген әдіс-тәсілдерін сұрыптай отырып пайдалануы керек. Курстық жұмысының зерттеу әдістері зерттеу жұмысында баяндау, талдау, салыстыру, сараптау, жинақтау, жүйелеу және сын тұрғысынан ойлау стратегиясы, қорыту әдістері пайдаланылады. Курстық жұмысының нысаны бастауыш мектептердегі жаңартылған білім беру мазмұны бойынша оқыту бағдарламасы. Ал зерттеу пәнім жалпы білім беретін мектептегі жаңартылған білім беру ерекшеліктері. Жаңартылған білім беру мазмұны бойынша мәтінді қабылдап тұру үшін тиімді оқыту мен оқу тәсілдерін қолдана отырып, әдебиеттік оқу сабағында тиімді әдіс-тәсілдерді қолдану болып келеді. Бала жүрегі кішкентай ғана күйсандық, сол сандықтың кілтін тапсан ғана ашасын, ал мұғалімнің қолында үнемі сол кілт жүру керек деп Мұхтар Шаханов айтып кеткен болатын. Білімнің қайнар көзі мектеп болса, ал келешек ұрпақтың алғашқы баспалдығы бастауыш білім беру саласы екені баршамызға аян. Бастауыш сынып мұғалімі үнемі ізденісте жүру керек. Бүгінгі күн әлемдегі барлық елдер жоғарғы сапа білім жүйесіне ұмтылуда. Өйткені қазіргі заман елдің бәсекеге қабілеттілігі экономикасының дамуына қатысты болса, ал оның білімділігіне байланысты болып келеді. Ахмет Байтұрсынов: дүниеде өзгермейтін нәрсе жоқ, ғылым да, тіл де, табиғат та дамиды. Осындай дамуды өзгерісте басынан өткеретін күрделі құбылыс та тіл болады деп айтқан. Оқу бағдарламасы бойынша қажетті талапты орындап жүрген оқушылардың көркем әдебиетке деген қызығушылығы бар ма, немесе оқығандар арқылы өмірлік дағдылар қалыптастыра ала ма деген сұраққа Выготский былай деп жауап берген болатын. Мектепте ғылымға бағытталған жұмысқа ережені жаттауға қабілеті аз адам өз қызығушылығын оятатын белгілі бір іс-әрекет саласында өте дарынды және қабілетті болуы мүмкін. Егер мұғалім бір нәрсені жақсы меңгертуді ойласа, оның қызықты болуын қамтамасыз етуі керек деген сөзін алсақ болады. Курстық жұмыстың мақсаты жаңартылған білім беру мазмұнын жүзеге асыруда білім берудің жаңа парадигмасын көшу жағдайына оқытудың тиімді стратегияларын қолдана отырып оқушылардың функционалдық сауаттылығын арттыру болып келеді. Ал міндетіне келетін болсақ, білім берудің негізгі мазмұнын жаңартумен қатар оқытудың әдіс-тәсілдері мен әртүрлі құралдарын қолданудың тиімділігін арттыру. Келесі, жаңартылған білім берудің маңыздылығы оқушы тұлғасының үйлесімді қолайлы білім беру ортасын құра отырып, сын тұрғысынан ойлау, зерттеу жұмыстарын жүргізу, тәжірибе жасау, жеке жұппен топта жұмыс жасай білу. Сюжетті суреттер арқылы оқушыларға сөйлемдер құрату, түрлеріне қарай ажырата білуге үйретемін. Әдебиеттік оқу пәнін оқу барысында оқушылардың көркем шығармашылық және танымдық қабілеттері дамиды. Сөзі өнеріне үйреніп, тілдік әрекеттің барлық түрлерін жетілдіреді. Диалог жүргізу, мәнерлеп оқу, әңгімелеу мен импровизациялау дағдылары қалыптасады. Бастауыш мектеп оқушыларының барлық біліктілігі ретінде саналы, дұрыс, жылдам және мәнерлі оқытуды меңгеру, оқырмандық ой-өріс қалыптастыру, өз бетінше оқырмандық тәжірибе жинақтау сияқты салалар дамиды. Белсенді оқудағы әдіс-тәсілдерді айтып кетсем, ширату жаттығуына жұмбақ шешу әдісін алсақ болады. Бұл әдісте оқушылар жұмбақтың шешуін табады, тапқан сөздегі бірінші дыбысқа сипаттама береді. Тез ойла, бұл жаққа ұжымдық жұмыс, тізбектелген молшақтар әдісі. Оқушылар берілген сөздерін топпен жекелей тізбектеп оқиды, сөзде көк түспен белгілейді. Жасырын әріпті тап. Бұл жақта жұптық жұмыс сәйкестендіру әдісін алсақ болады. Бұл әдісте берілген сызбадағы жасырын әріпті табу арқылы берілген суреттердің сәйкес келетін сызбалармен сәйкестендіреді және сұраққа жауап береді. Келесі, бұл жақта бағдарламаға екінші сынып оқушылары үшін ұсынылған оқу тақырыптарын айта кетейін. Мысал, ертегілер, аңыздар, әңгімелер, өлеңдер, ән өлеңі,
шешендік сөздер, табиғат лирикасы, азаматтық лирика деген тақырыптар жатады. Келесі, жаңартылған білім беру мазмұны бойынша бастауыш сыныптың әдебиеттік оқу пәнін тиімді әдіс-тәсілмен оқыту жолдарын айтып кетейін. Айтыс өнері туралы не білетін оқушылар өздері тақтаға барып жазады. Келесі, ассоциация әдісі. Бұл жақта көзделетін нәтиже оқушы жасай алады. Сәлеметсіздер ме, құрметті ұстаздар мен комиссия мүшелері. Мен 4-ші курс студенті Ермек Гүлім. Бүгінгі менің курстық жұмысының негізгі тақырыбы жаңартылған білім мазмұны бойынша сауат ашу кезеңін тиімді оқыту мен оқу тәсілдерін қолдану. Жұмыстың өзектілігі Қазақстан Республикасында жүргізіліп жатқан білім берудің негізгі мақсаты білім беру жүйесін және әлеуметтік экономикалық ортаға бейімдеу. Бұл тұрғыда ел президенті Назарбаев Қазақстанның әлемдегі бәсекеге қабілетті 30 елдің қатарына қосылуы туралы міндеті қойылған мәлім. Осы мақсатта қол жеткізуде білім беру жүйесінің жетілдірудің маңызы рөл атқарады. Өркениетті дамыған елдердің қатарына ену үшін заман талабына сай білімді ұрпақ өсіруіміз шарт. Жалпы курстық жұмыстың негізгі мақсатына тоқталатын болсақ, ол жаңартылған білім бағдарламасы мазмұны бойынша сауат ашу сабағында ақпараттық коммуникациялық технологияларды пайдалану арқылы сабақ тиімділігін арттырудың маңызын нақтылай ашу болып келеді. Ал осы курстық жұмыстың негізгі міндеттері біріншіден жаңартылған білім мазмұны бойынша сауат ашу пәні оқытудың тиімді тәсілдерін зерттеу, екіншіден сауат ашу пәні бағдарламасын, оқу жоспарларын зерттеп, жаңартылған бағдарлама бойынша білім берудің жаңа жүйесін меңгеру болып келеді. Жаңартылған білім беру бағдарламасы ол болашақтың сапалы кепілі. Яғни, негізгі білімнің бастауы қайнар көзі ол мектеп болса, келешек ұрпақтың алғашқы баспалдағы бастауыш білім беру саласы екені баршамызға аян. Жаңартылған білім беру бағдарламасында оқушының сөйлеу әрекетінің 4 түрін жетілдіруге бағытталған. Олар тыңдалым, айтылым, оқылым және жазылым болып келеді. Жалпы осы бағдарламаның мақсаты бастауыш сынып пәндері бойынша білім беру бағдарламасын жаңарту және критериалды бағалау жүйесін енгізу тұрғысынан мұғалімдердің педагогикалық шеберлігін жетілдіру болып келеді. Жалпы бағдарламаның міндеттері тоқталатын болса, ол біріншіден бастауыш сынып пәндері бойынша жаңартылған білім беру бағдарламасының құрылымымен, ондағы материалдың өсу ретімен және осының мазмұны мен мақсаттарымен таныстыру болып келеді. Екіншіден бастауыш сынып пәндері бойынша жаңартылған білім беру бағдарламасына сәйкес келетін педагогикалық тәсілдерін түсіну және оны қолдана білуін қамтамасыз ету болса, үшіншіден бастауыш сынып пәндері бойынша жаңартылған білім беру бағдарламасының оқу мақсаттарына қол жеткізу мақсатында критериалды бағалау жүйесін түсініп қолдана білуін қамтамасыз ету болып келеді. Жаңартылған білім берудің маңыздылығы ол оқушы тұлғасының үйлесімді, қолайлы білім алу ортасына құра отырып, сын тұрғысынан ойлауға, зерттеу жұмыстарын жүргізуге, тәжірибе жүргізуге және актіні қолдануға, жеке, топтық, жұптық жұмыс жасай білуге, функционалды сауаттылыққа, шығармашылықтың қолдана білуіне де қолдана аламыз. Бүгінгі күні оқушылардың оқу жетістіктерін бағалау оқу үдерісінің маңызды салмақты бөлігі болып табылады. Жалпы осы бағалау түрлерін тоқталатын болсақ, критериалды бағалау оқушылардың оқу жетістіктерін нақты айқындауға бірге даярланған оқу үдерісінің барлық қатысушыларын, яғни алдын ала белгілі бастауыш білім берудің мақсаттары мен мазмұнына сай критериалдармен салыстыруға негізделген бағалау үдерісі болып келеді. Жалпы осы критериалды бағалау, формативті бағалау және ішкі жиынтық бағалау болып екіге бөлінеді. Формативті бағалау сабақтағы және күнделікті жұмыс барысында білім мен дағдыларды меңгерудің ағымды деңгейін айқындайды. Ал ішкі жиынтық бағалау сынып бойынша оқу материалдарының үлкен тарауын немесе бөлімін оқығаннан кейін меңгерілетін білім мен қалыптасқан дағдылар деңгейін айқындайды. Сауат ашу пәні бойынша қысқа мерзімді жоспарым. Бұл жерде жалпы сабақтың тақырыбы ПДБ мен әрпі, табиғатқа саяхат. Сабаққа негізделген оқу мақсаты ол біріншіден әріпті тану, ажырату және дыбыспен сәйкестендіру, мәтіннің иллюстрация бойынша сұрақтар қоя білу, немесе қойылған сұрақтарға жауап беру, мұғалімнің көмегімен көп мағыналы сөздердің мағыналарын ажыратып сөйлем құрастыру болып келеді. Жалпы бұл сабағымның негізі ең басын ынтымақтастық атмосферасы әдісі арқылы бастадым. Яғни таныстыру әдісі арқылы оқушылар өз есімдерінің алғашқы әрпіне сәйкес келетін сын есімдерді қосып айтады. Ең соңғы оқушы барлық оқушылардың аттарын тіркескен сын есімдермен бірге қайталап шығады. Ал осы жерде сабақты оқушылар 3 топқа бөлінді. Жұлдыз шаралар арқылы бірінші топ жасыл түстер, қызыл түстер, көк түстер болып 3 топқа бөлінді. Үй тапсырмасын заряд алу әдісі арқылы өткенді пысықтадым.
Бұл жерде қызығушылықты ояту, яғни бекроним әдісі арқылы оқушылар топтық жұмыс жасайды. Бірінші топ кептер, екінші топ ақпан, үшінші топ қақпан. Яғни бұл жерде интербелсенді тақта арқылы слайдтар көрсетіліп отырылады. Балалар жаралы кептер мәтінін оқиды. Яғни осы мәтін арқылы балалар бір-біріне сұрақтар қояды. Бұл жерде бағалау конфеттер әдісі арқылы жүргізіледі. Жақсы жауап берген балаларға конфеттер таратылып отырылады. Ойлантам әдісі, яғни оқушылар берілген суреттегі сөздерді атап шығады. Яғни бұл жерде кітап, қолғап, дәптер, піл деген сияқты суреттер берілген. Осыны оқушылар атап шығады. Одан кейін дәптермен жұмыс жүргізілді. Яғни балапан, піл, доп, кептер, пана, ақпан деген сияқты сөздерді балалар дәптерге жазды. Сергіту сәтті жүргізілді. Сергіту сәтті қуырмаш әдісі арқылы сергіту сәтті жүргізіледі. Сөздік диктант, яғни бұл жерде кептер, сап, қап, қақпан, мәдет деген сияқты сөздерді балалар дәптерге жазады. Бұл жерде бағалау от шашу әдісі арқылы жүргізілді. Одан кейін артық сөзді табынар, яғни артық сөзді сызып тастайды әдісі. Бұл жерде көл, өзен, теңіз, дала, шөл, тау кітап сөздер берілген. Бұл жерде балалар өздері артық сөзді сызып тастау қажет. Бағалау, бұл жерде бағалау әдісі смайликтер әдісі арқылы жүргізіледі. Одан кейін дыбыстық талдау жүргізіледі, яғни балапан, піл сөздерден дыбыстық талдау жасайды. Мысалы, балапан бұл жерде қай әріп, неше әріп, қайсы дауысты, қайсы дауыссыз әріп деген сияқты талдау жүргізіледі. Жалпы кері байланыс ұшақ әдісі арқылы жүргізілді. Ұшақты, яғни ұшыру қай топтың оқушысына түссе, сол топ келесі топтың мүшесіне сұрақ қояды. Мысалы, П дыбысы қандай дыбыс, дыбысты не істейміз деген сияқты сұрақтар қойылады. Рефлексия білім ағашы әдісі арқылы жүргізілді. Яғни сабақ түсінсе жасыл ағашқа жапсырады, егер сабақ түсінбесе сары ағашқа жапсырады, ал сабақты мүлдем түсінбесе қызыл ағашқа барып жапсырады. Қорыта айтқанда, жаңартылған білім беру мазмұны бойынша сауатташуды оқытуда баланы функционал сауаттылығын қалыптастыру ең өзекті мәселе болып келіп отыр. Яғни баланы мектепте алған білімін өмірде қолдана білу қажет. Сол үшін де бұл бағдарламаның негізі өмірмен байланыс ұғымымен сәйкес келеді. Яғни қазіргі таңда ұстазға үлкен міндет жүктелуде. Яғни оқушының бойына 21 ғасырда өмірдің барлық салаларының табысты болу үшін, қажетті дағдыларын дарыту үшін мұғалімнің тынымсыз еңбектенуі қажет. Жаңартылған оқу бағдарламасы аясында тек өз пәнін, өз мамандығын шексіз сүйетін, бала үшін ғұмырын құдіретті деп санайтын білімді мұғалімдер ғана жұмыс істей алады деп ойлаймын. Сәлеметсіздер ме, құрметті ұстаздар және комиссия мүшелері. Мен 42-ші б білім алушысы Сапарбек Әсел Болатқызы. Курстық жұмыстың тақырыбы жаңартылған білім мазмұны бойынша бастауыш сыныптарда қазақ тілі сабақтарын оқыту. Курстық жұмыстың өзектілігі. Қазіргі таңда республикамыздағы білім беру жүйесі жаңартылған білім беру жүйесіне ауысып, яғни әлемдік білім беру кеңістігіне жол ашуда. Бұл педагогика теориясы мен оқу-тәрбие үрдісіндегі елеулі өзгерістерге байланысты болып отыр. Оқытудағы ұтымды технологияларды пайдалану арқылы шәкірттердің тұлғалық болмыстарын дамытуға мүмкіндіктер ашылды. Бұл жаңартылған білім беру бағдарламасындағы критериалды бағалау жүйесін дұрыс түсініп, оны сабақ барысында тиімді қолдана алатын. Сонымен қатар, жаңартылған білім беру бағдарламасын іске асыру мақсатында қажетті білім, білік, дағдыларды қалыптастыру бүгінгі күннің нағыз өзекті мәселесі болып отыр. Курстық жұмыстың мақсаты жаңартылған оқу бағдарламасы бойынша бастауыштың 2-4 сыныптарына қазақ тілі сабақтарын оқыту үрдісін ұйымдастыруда белсенді оқыту әдістерін пайдалану және оқушыларды танымдық үрдіске тарту. Курстық жұмыстың міндеттері бастауыштың 2-4 сыныптарына қазақ тілі сабақтарын оқытуда жаңартылған оқу бағдарламасының құрылымымен, ондағы материалдардың күрделілігінің өсу ретімен, мазмұнымен және мақсаттарымен танысу. Екінші, бастауыш сыныптарда қазақ тілі сабақтарын оқытуда жаңартылған оқу бағдарламасына сәйкес тиімді әдістерді, педагогикалық интербелсенді тәсілдерді қолдану. Қазақ тілі сабақтарын оқытудағы тиімді әдіс тәсілдер. Соның ішінде 2 сыныптарда оқытудағы тиімді әдіс тәсілдерге тоқталып өтетін болсақ, жалпы 1-2 сыныптың оқушылары олардың зейіндері тұрақсыз болып келетіндіктен күрделі емес, ұзақ уақытты қажет етпейтін, барынша қызықты тапсырмаларды таңдауды қажет етеді. Осыған орай мен өзім бақылау және байқау, дипломалды практикаларда қолданған әдіс тәсілдер атап өтетін болсам, алфавит тізбегі,
яғни оқушылар белгілі бір тақырыпқа байланысты ойларын қорыту үшін белгілі бір әріптен басталатын сөздерді алфавит бойынша айтып өтеді. Және сұрақты тауып ал, яғни бірнеше сөйлем беріледі және оқушылар сол сөйлемдерге байланысты бір ортақ сұрақты шығару қажет. Және ақпаратпен бөлісу. Оқушыларға өткен тақырыпқа байланысты ақпараттың бір 50% бір оқушыға, қалған 50% бір оқушыға берілсе, олар өздеріндегі мәліметтерді сәйкестендіре отырып, бір ортақ жалпы нақты анықтаманы шығарады. Және сұхбат алу, яғни ортаға 3 оқушы шығады, 2 оқушы бір-біріне белгілі бір тақырып бойынша сұхбаттасады, ал 3-ші оқушы журналист ретінде берілген сұхбатты қорытындылайды. Осыға сұхбатқа арқау ретінде қазіргі жаңартылған оқу бағдарламасында қосылған ортақ тақырыптарды алуға болады. Қазақстан Республикасындағы білім беру саласындағы басты міндеттердің бірі балаға терең білім беру болып табылады. Осыған орай, оқыту тәрбие үрдісіне инновациялық әдіс-тәсілдерді енгізу оқушылардың білімге деген қызығушылығын, талпыныстарын арттырып, оларды өздігінен ізденуге, сонымен қатар шығармашылық еңбек етуге итермелейді. Мектеп өмірі балаларға жаңа әлемнің есігін ашады және рухани дүниетанымының қалыптасуына негіз болады. Бастауышта оқытудың негізгі міндеті баланың жеке басының жан-жақты қалыптасуы, олардың жеке қабілеттерін анықтап, әрі қарай дамыту, білімдерін ашу, сонымен қатар мектеп өміріне бейімделуі үшін қажет жағымды мінез-құлық қалыптастыру болып табылады. Жалпы, бастауыштың 2-4 сыныптарында қазақ тілі сабақтарын оқытуда мұғалім тек қана білім емес, сонымен қатар тәрбие береді. Бұл өте маңызды, яғни осыған қарап біз білім беру процесі мен тәрбие процесінің сабақтастығын байқай аламыз. Бастауыш сыныптарда осы қазақ тілі сабақтарын оқытудың мазмұнын, олардың әдістері мен ұйымдастыру жолын толық игерудің қажеттілігі даусыз. Сонымен қатар, оқушылардың тілін дамыту әдістемесі және оқушылардың білімін бақылау және бағалаудың әдістері мен тәсілдерін зерттеп, олардың нәтижесін өндіріске енгізу және тиімді пайдалану әрқашанда ерекше өзекті мәселелердің бірі болмақ. Түсіндіргеннен кейін жылдан бойына әдісін қолдандым. Яғни суретте барлық оқушыларға суреттер беру жүйесіндегі функционалдық сауаттылықты қалыптастыруды басты негізге алып отыр. Функционалдық сауаттылық жеке бір тұлғаның сыртқы ортамен қарым-қатынас жасауы және де сол сыртқы ортаға барынша тезірек бейімделуі және де қарым-қатынас жасай алуының деңгейінің көрсеткіші болып келеді. Және де ол тек білім мен білік дағдыларына ғана жол ашып қана қоймай, ұлттың және де елдің немесе жеке адамдар тобының мәдени ортасының мұрасы болып табылады. Және